Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен түрі де дәмі де өте тәтті болатын кекстарды дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Каналға тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және видеомен достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Ең алдымен жұмыртқамызға шым-шым тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлық керекті заттардың көлемін, құрамын төменде описаниеда қалдыратын боламын. Үстіне қантымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қант ерігенше жақсылап араластыру керек. Миксер қолдансаңыздар да болады, немесе осылай қолмен венчикпен араластырып пісірсеңіз де болады. Кейін үстіне ванильді қант қосамыз. Оның үстіне қаймақ қосамыз. Қаймақ кез келген проценттегі майлылықта болуы мүмкін. Мен үйдің қаймағын қостым. Қаймағымыз еріп кеткенше жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Немесе майыңызды ерітіп алсаңыз болады. Бірақ тым ыссы болмауы керек. Әйтпесе құрамындағы жұмыртқа мен қантты пісіріп жіберуі мүмкін. Қосып жатқан барлық заттарыңыз бөлме температурасында болса болады. Кейін үстіне ұнымызды електен өткізіп, бөліктерге бөле отырып қосатын боламыз. Және ас содасын қосатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізсеңіз, сол кезде дайындап жатқан қамырыңыз өте жұмсақ болып шығады және кекстар да өте жақсы болып көтеріледі. Қамырға ешқандай қопсытқыш қосудың қажеті жоқ. Ас содасының көмегімен ақ өте күшті болып көтеріледі. Тек бір ескеретін жағдай, қамырды илеп болғаннан кейін бірден ыдысқа салып, қызып тұрған пеште пісіріп алу керек. Дайын болған қамырымыз қасықпен араластырғанда өте жұмсақ және пушисті болып тұру керек. Видеода көрсеңіздер болады. Бірден ыдыстарға бөліп саламыз. Мен арнайы капкейк пісіретін ыдыстарға салдым. Сіздер осындай ыдыстарға немесе силиконовый ыдыстарға пісірсеңіз болады. Ыдыстарды өте қатты толтырудың қажеті жоқ, себебі кекстар көтеріліп піседі. Қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Дайын болғандығын спашка тығып қарау арқылы білсеңіздер болады. Спашка құрғақ болып шықса, демек кекстар дайын деген сөз. Менің кекстарым осындай болып пісті. Дәмі де, түрі де өте әдемі, өте жұмсақ болып шығады. Видеода байқасаңыз, үстінен басқанда кері қалпына келеді. Ортасынан бөлгенде осындай болады. Міндетті түрде кекстарды дайындап, видеоларыңызды қуантыңыздар, ас болсын.